Кейбір балаларды қырыққабаттан тауып алады. Ал басқаларын жүгеріден. Немесе асқабақ бақшасынан. Кейбірде тырналар тұмсығына іліп алып келеді. Ал мені анамның құрсағынан дәрігер тауып алған. Жаратқан сені бізге тым ерекше сый қылып берді. Өзіңмен бірге несіп берекең үйіліп келді. Бақытым байлық жалғыз өзің ғана жүрегімдегі. Қарашығым көзімдегі. Сен келіп жақсылық толып біздің өмір өзгерді. Ата-ана бақыты бөледің сезімдерге бізді. Осының бәрін әнге салып айтар кезі келді. Барасылым қызым менің. Бүгін Азамат бауырымыздың қуанышына кеп қалдық. Айзера қызымызды роддомнан шығарайын деп. Құтты болсын Азеке, бауы берік болсын, салиқалы ұрпақтардың қатарынан болсын дейміз. Дені сау болып, мамасы мен папасының сүйкімді сұлу қызы болып өсе берсін. Періштенің бауы берік болсын. Айзера қызымыздың бауы берік болсын. Үлкен азаматша болып өсе берсін. Сіздердің тек көз қуаныштарыңыз болып жүре берсін. Аман болсын. Сұлу қыз болып өсе берсін. Инабатты, ибалы қыз болып. Мінекей бүгін Алланың аман керемет күнінде бастығымыздың, ағамыздың Айзера атты қызы жарық дүние есігін ашып жатыр. Айзеренің туылуын дезешпейміз, негіз деземен бүгін тойлап жатырмыз. Аллах тағала ғұмырына береке берсін. Айзера қарындасымыздың ата-анасын үмітін ақтайтын, Алланың салиқалы құлы болған, пайғамбардың адал үмметі болған, исламның ақ туын көтерген, өмірі берекелі болған, жүрегімен махаббатын Аллаға арнаған сондай Алланың салиқ құлдарынан бола берсін. Азамат ағамыздың, жеңгеміздің үмітін ақтайтын ерке гүлдері бола берсін деген ізгі ниеттеміз, дұғадамыз, тілектеміз. Құтты болсын, кішкентай берекелі болсын, өмір жасы ұзақ болсын, бар жақсылықты, әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Ассалаумағалейкум. Біздің ерке тайымыз Айзере, кішкентай бөпеміз бүгін дүниеге келіп, Алланың қалауымен керемет отбасымызда қуаныш болып жатыр. Мынау Балзияның, жан-жарымның, келіншегімнің 6-шы құрсағы. Құдай қаласа осы қызымыздан үлкен үміт күтеміз. Бесеуміз мамасы мен кішкентай бөпені күтіп жүргенімізде қанша күн болды? Көп болды әйтеуір. 5 күн болды ма? 5 күн. 5 күн, 4 күн болды. Енді бәріміз сағынып отырмыз. Құдай қаласа аман есен отбасымызға келіп, көзіміздің қуанышы болып, Құдай қаласа өмір жасы ұзақ болып, өзінің атына заты сай керемет елдің қызы болсын деп тілеп отырмыз. Айзере деп атын өзінің апасы қойды. Енді Айзереге біз тоқталдық. Одан бөлек бізге бір 20-ға жуық есім ұсынды. Соның ішінде жарқын болып тұрған Айзере болды бізге. Сөйтіп бәріміз Айзере деп таңдап қойдық. Құдай қаласа көреміз бірге. Менің үйге береке боп келдің, үйге мереке боп ендің, күнім қызым менің. Болмасын суайым қайғым, әкең сені уайымдайды, ақылды болайын.
кетті бізге жанашырлықты бір өзіңе қара. Сезім ұлғайды және арадағы жылы махаббат. Бақытымыз сенсің қымбат. Үйге береке боп келдің, үйге мереке боп ендің. Күнім қызым менің, болмасын шуайым қайғың, әкең сені уайымдайды. Ақылды болайын, ақылды болайын. Құтты болсын, берекелі болсын, қайырлы болсын. Алладан медет сұраймыз. Алладан ғибратты, салихалы, тақуа өмір сұраймыз. Құтты болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады, 3 қызды тәрбиелеп өсірген әке үшін жәннаттың есігі ашық дейді. Дәл сол хадиске амал еткен ұстаздарымыздан болсын. 3 қызын тәрбиелеп, соның себебейле дейді ғой. Жәннати болсын. Мінекей бала шаға, Азекеңнің жақында жарқын досы Мейрамбек ағамызды да құттықтап жеңгемізбен бірге келіп жатыр. Мінекей батыр ана болған Балзия жеңшеміз осында. Айжере қызын құшақтап келе жатқан жайы бар. Құрметті көрермендер, дұға етіп қойыңыздар. Баршаңызға рахмет. Алла разы болсын. Үйлеріңізде сәбидің үні, сәбидің тәтті иісі кетпесін. Амин. Амин, амин, амин.